Ассалаумағалейкум достар, байланыста Муслим Муса 2022-2023 жылы күніне таргеттен 50 плюс заявка алып отыру үшін не істеу қажет атты тегін мини курсыма қош келдіңіздер. Достар, бұл менің тегін мини курсым еліміздегі мен дейтін инфобизнесмендердің 2 сағаттық, 3 сағаттық вебинар мастер-класстарынан 10 есе 20 есе артық. Оған сіздің көзіңіз жететін болады. Сол себептен аяғына дейін тегін мини курсты көріңіз. Тегін мини курс небәрі 2-ақ сабақ. Достар, бұл тегін мини курста мен сіздерге не нәрселерді айтамын. Біріншісі, таргетті қосудан бұрын міндетті түрде жасау керек 4 нәрсені сіздерге айтатын боламын. Екіншісі, іші өзгеріп кеткен жаңа Facebook Ads менеджердегі 6 мақсатқа шолу жасайтын боламын. Бұл 6 мақсаттың қайсысын қай кезде қолдану керек? Мысалы, қай кезде трафикті таңдаймыз, қай кезде узнаваемость, қай кезде лиды деген сияқты. Және де мақсатты аудитория, lookalike терминдарымен сіздерді таныстыратын боламын. Яғни lookalike дегеніміз не? Оны қай кезде қолданады және оны қалай қолданады деген сияқты. Достар, және де күніне 50 плюс заявка әкеліп отырған таргетке разбор жасайтын боламын. Яғни бұл менің өзімнің нәтижем. Мына жерде қараңыздаршы, 31 октябрь мен 2 ноябрь, яғни небәрі 3-ақ күннің ішінде маған инстаграмға директке жекеге 209 адам жазды. Сондағысы $17 кетті. Средний цена, мына жерде қараңыздар, переписка цена $0,08. Бұл өте арзан, достар. Достар, келісіп алайық. Мен сізге мини курстың соңында 0-ден таргетті от А до Я үйреніп табыс табуға болатын, және де 0-ден бизнес ашып, немесе бар бизнесіңді инстаграм арқылы дамытып, таргет қосып, айына 1000 плюс заявка алуға болатын, және де телефон, ноутбукпен сапалы түрде таргет қосуды үйрететін тереңдетілген таргет курсын сіздерге ұсынатын боламын. Бұл ұсынысты өзіңіз қабылдасаңыз да, қабылдамасаңыз да өзіңіз білесіз. Бірақ тегін мини курс сізге бұйырса пайдасын тигізеді. Достар, кімде-кім осы тегін мини курсымен 2 сабақтан тұрады дедім ғой. Кімде-кім соны аяғына дейін оқып шықса, өзімнің 2 бизнес кітапшамды тегін беремін. Біріншісі, таргет қосудағы басқалар жасап жүрген 10 қателік, сен оны жасама деп аталады. Екіншісі, инстаграмға арналған контент жоспар. Яғни лентаға, рилсқа, постқа арналған 30 идея, сторисқа арналған 15 идея деп аталады. Достар, өзім туралы қысқаша айта кетейін. Мен Муслим Муса, бизнестерді интернет арқылы дамытып жүрген 7 жылдық тәжірибесі бар маманмын. Осы кезге дейін 50-60 саланың маркетингалық бөлімін жүргіздім. Target Pro, Insta Pro, сайт жасау, контекстік жарнама, SEO продвижение, Business Pro курстарының авторымын. Мынау менің YouTube каналым. Бұл жерде 12.800 подписчиктер тұр. Негізінде қазір уже 14 мыңдай болып кеткен. Мынау менің инстаграмым muslimusa.kz, қазіргі таңда уже 3 мыңдай подписчик болып кетті, шатаспасам. Достар, енді тегін мини курсымызды бастайық. Ең бірінші тақырыбымыз қандай еді? Таргетті қосудан бұрын міндетті түрде жасау керек 4 нәрсе. Оның ең біріншісі дұрыс инстаграм парақша ашу. Дұрыс инстаграм парақша ашу деген кезде біз нені түсінеміз? Көбісі ойлайды, дұрыс инстаграм парақша ішінде әртүрлі быжынаған 20-30 пост салып тастап, визуализация жасап, барлығын бір түсті қылып, жоқ, олай емес. Дұрыс инстаграм парақша ол қандай парақша? Когда клиент сенің парақшаңа кіріп, сенің посттарыңды, стористарыңды, оформлениеңді көріп, посттарыңды оқып, саған деген сенімін күшейтсе, значит, ол инстаграм парақша дұрыс инстаграм парақша болады. Мысалы, менің инстаграм парақшам ішінде подписчик ондайға көп емес. Яғни подписчик ондайға рөл ойнамайды қазір. Келді, мысалы, менің бір постыма кірді. Адамдардың арасында көптеген проблема бар. Мен солардың проблемасын шешуге тырысамын. Ол проблеманың бірі, көбісі қандай бизнес бастаймын деген сұраққа жауап іздеп жүреді. Соған сәйкес мен пікірге сала деп жазып, 101 бизнес идеямен таныс деп пост шығардым. Қарасам 45 комментарий болып кеткен. Сосын тағы да шығардым. Көбісінің бизнесі бар, бірақ бизнесіне сайт жасай алмайды. Мен сосын пост шығардым. 10 минутта телефонмен тегін сайт жасау сабағын көргіңіз келсе, пікірге 40 санын жазыңыз деген сияқты. Қарасам 56 комментарий болып кеткен. Сосын көбісі таргет қосайын десе, таргеті блокқа түсіп қалады, немесе карточкасын тіркей алмайды. Сондай әртүрлі проблемалары болып жатады. Таргет атпай жатады. Сосын уже ойлайды, ой, қойшы, таргетті қоспаймын деген сияқты. Сосын менің постымды оқиды. Қалай таргет жарнамасыз
клиент табуға болады. Оны білу үшін комментарийға 10 санын жазып кеттердім. Қарасам 53 комментарий болып кеткен. Осындай мықты посттар шығарып қойдым. Мыналардың барлығын адамдар комментарийға жазады, видеоларды көреді. Бұның бәрін мен чат-бот системасы арқылы жасадым. Осылардың барлығынан адамдар көріп өткеннен кейін уже маған деген сенімі күшейеді. Яғни менің Instagram парақшам дұрыс Instagram парақша болып тұр қазіргі таңда. Екінші не нәрсе? Біздің тегін мини курсымыздағы екінші тақырып ол дұрыс Facebook аккаунт және страница ашу. Көбісінде проблема. Facebook рекламный аккаунтым банға кетті, блокқа кетті, ашылмай жатыр деп маған Instagramға біраз адам жазады. YouTubeқа да жазады даже. Сол себептен мен сіздерге айтатын кеңесім, Facebook ашқан кезде міндетті түрде өздеріңіздің аты жөндеріңізбен ашыңыздар. Және де міндетті түрде туған күндеріңіздің барлығын дұрыс жазыңыздар. Ертең келешекте бір себептермен егер де сіздің Facebook рекламный аккаунтыңыз банға түсіп қалса, блокқа түссе, оны восстановить ету үшін сіздің удостоверениеңіз немесе загранпаспортыңыз қажет. Сол себептен дұрыс Facebook аккаунт ашыңыз. Сосын Facebook аккаунт пен страница ашқаннан кейін бірден жарнама жасамаңыз. Шамамен бір ай, 2 ай күнделікті Facebook аккаунтты қолданып жүріңіз. Мысалы, сіз қазір Instagramды қалай қолданасыз, WhatsAppты қалай қолданасыз, сол секілді Facebookты де күнделікті солай қолданып жүріңіз. Достар, келесі айтатыным мақсатты аудитория және lookalike. Бұған мен қазір жеке тоқталамын, келесісіне өте берейік. Келесісі көбісінде проблема, қандай проблема? Достар, менің таргетім атпай жатады дейді, сол себептен таргетті қоспастан бұрын міндетті түрде сізге алдын ала, яғни мощный креатив, яғни рекламный баннер, фото немесе видеоны сізге алдын ала жасап алу қажет. Бәрін как попало із-ізінен жасай бермеңіз. Осы 4 нәрсені алдын ала барлығын сізге жасап алу қажет. Оның бірі мощный креатив. Яғни сіз жарнама қосатын кезде, яғни таргет қосатын кезде рекламный видео, фото жасайсыз, сол мысалы рекламный видео дейік. Сіздің рекламный видеоңызда тексттар айтатын болсын, немесе жазылып көрініп тұрған болсын, солар түсінікті қарапайым тілде болу қажет. Және де адамды қызықтыра білу қажет. Сіздің жарнамалық видеоңызды, фотоңызды көрген кезде мен оған қызығуым керекпін. Егер қызықпаса, значит ол нормальный креатив емес деген сөз. Сол себептен рекламный видеоңыз, фотоңыз қатты ұзақ болмасын, қарапайым түсінікті тілде болсын, және де адамның қызығушылығын оятатын болсын, және де соңғысы міндетті түрде сіздің рекламный видео, фотоңыздың артында соңына қарай call to action болу керек. Мысалы, менің рекламный видеомды көрсеңіздер, Instagramда тұр пост ретінде, мен соңына call to action жасадым, яғни әрекетке шақырдым. Менің рекламный видеомды көрді, таргеттен біраз ақпаратты алды, сосын соңында мен әрекетке оны шақырдым, яғни призыв к действию дейді, ағылшынша call to action дейді. Сізде міндетті түрде call to action болу қажет. Осы 4-еуін жасасаңыз, одан кейін таргет қоссаңыз, иншалла жақсы нәтижені көрсететін боласыз. Біздің тегін мини курсымыздың келесі тақырыбы іші өзгеріп кеткен жаңа Facebook Ads менеджердегі 6 мақсат түрі. Оларды қай кезде қолданамыз? Жаңа Facebookқа кірсеңіздер, ішінде осындай 6 мақсат тұрады. Бұрын 11 ма, 12 ма тұратын еді. Бұлардың әр қайсысын қай кезде қолданамыз? Ең біріншісі узнаваемость. Узнаваемость мақсатын қай кезде таңдаймыз? Егер де сіздің мақсатыңыз жеке бренд қалыптастыру болса, немесе бір жарнаманы бір адамға бір рет емес 3-4 рет көрсетуді қаласаңыз, осы узнаваемость мақсатын таңдайсыз. Мысалы, сіз жарнама жібердіңіз, сіздің жарнамаңыз охват 1000 болды, показ 2000 болды. Значит, охват 1000 дегеніміз 1000 адам көрді, показ 2000 дегеніміз сол каждый 1000 адамның әрқайсысы 2 реттен көріп шықты деген сөз. Показ 3000 болса, сол 1000 адамның каждый 3 реттен сіздің жарнамаңызды көріп шықты деген сөз. Узнаваемостьті таңдасаңыз, сізде показ көп болады. Келесі трафик. Трафикті қай кезде қолданамыз? Сіздің қандай да бір сайтыңыз бар дейік, сол сайтыңызға көп адам кіруін қаласаңыз, осы трафик целін таңдайсыз. Келесі вовлеченность. Кстати, мен осы вовлеченность мақсатын таңдап, күніне 50+ заявка алдым. Даже 70+ заявка алдым. Достар, егер де сіздің WhatsApp-ыңызға, немесе Instagram личкаңызға, Facebook мессенджеріңізге көп адам жазуын қаласаңыз, жазуын деп тұрмын мен, көп адам жазуын қаласаңыз, осы вовлеченность мақсатын таңдайсыз. Келесі лид. Көбісі таргетті с нуля бастап жатқандар болса, лид дегеніміз не деген сұрақ туындауы мүмкін. Сіздерге қарапайым тілмен түсіндірейін. Сіз жарнама қосқан кезде, сіздің мақсатыңыз
мысалы бір адамның нөмірін, атын немесе почтасын алуыңыз керек. Егер қандай да бір адамның сіз сол жарнама арқылы нөмірін немесе почтасын, атын алсаңыз, аты жөнін толықтай мәлімет алсаңыз, ол бір лид болады. Сіз 10 адамның нөмірі мен атын таргет арқылы алсаңыз, сіз 10 лид алдыңыз деген сөз. Енді лид деген түсінікті деп ойлаймын. Енді лидті қай кезде таңдайсыз? Егер де сіз адамдардың бір нөмірін, почтасын немесе аты жөнін, сондай информацияларын алу, егер сізде мақсат болса, осы лидті таңдайсыз. Келесі продвижение приложение. Бұны мен даже өзім лично қолданбадым. Бұны қай кезде қолданады? Егер де сіздің Play Marketте, App Store'да сіздің приложениеңіз орналасқан болса, сол приложениені көп адам қолдануын қаласаңыз, көп адам өзінің телефонына установка жасауын қаласаңыз, осы приложение целін таңдайсыз. Келесі продажи. Егер сіздің гигантский үлкен интернет магазиніңіз бар дейік, сол интернет магазиніңізде мысалы 1000 товар бар, сол 1000 офлайн магазиніңіз дейді жарайды, сол сіздің 1000 штук товарыңыз бар, үйіңізде бір складта бір жерде тұр. Сіз ол 1000 товардың барлығын каждый раз фотоға түсіріп, таргет жіберіп отыра алмайсыз. Facebook барлығына, яғни ыңғайлы жасап қойған. Сіз сол 1000 товардың барлығын Excel-ге жасайсыз да, атын, номерогын, бағасын барлығын Facebook-ке просто загрузить етесіз, как Excel документ ретінде. Facebook сосын өзі уже генерация жасап, реклама жасай береді. Продажи целін сол кезде қолдансаңыз болады. Достар, енді мақсатты аудитория мен lookalike дегенге тоқтала кетейін. Мақсатты аудитория дегеніміз не? Яғни сіздің қандай да бір бизнесіңіз бар, дүкенде мысалы сатушысыз, дүкенде мысалы дорожный сумка сатасыз, сіздің мақсатты аудиторияңыз қандай? Сіздің мақсатты аудиторияңыз бай адамдар, который астында қымбат көлігі бар, дейді, мысал деп жатырмын да, әрдайым шетелге шығатын деген сияқты. Сонда әрдайым шетелге қыдыратын, сондай адамдар сіздің мақсатты аудиторияңыз болады, яғни қымбат коттедждерде тұратын деген сияқты. Сіздің мақсатты аудиторияңыз байлар, которые үлкен үйлері бар, астында қымбат көлігі бар адамдар. Бұл сіздің мақсатты аудиторияңыз. Мына жерде қараңыздар, мақсатты аудиторияны настройка жасаған кезде бізде интересы мен поведение деген осында екі бөлім болады. Бұны көбісі түсіндіре бермейді. Интересы деген не ол? Яғни сіздің болашақ клиенттеріңіздің, сіздің аудиторияңыздың қызығатын, әуестенетін нәрселері. Мысалы, сіздің аудиторияңыз қандай адамдар? Мақсатты аудиторияңыз сіздің предпринимательствомен қызығуы мүмкін. Немесе мысалы домашний работамен қызығуы мүмкін, малый бизнеспен қызығуы мүмкін. Бірақ ол деген сөз, ол адам предприниматель, ол адам кәсіпкер деген сөз емес. Ал екіншісі поведение деген болады. Поведение, яғни сіздің болашақ клиентіңіз, сіздің аудиторияңыз, ол не нәрсемен айналысады? Владельцы малых предприятий дейтін, көрдіңіздер ме? Должность қандай? Владелец бизнеса деген сияқты. Должность, поведение, интересы үшеуі үш түрлі нәрсе. Сол себептен настройка жасарда осы үш нәрсеге мән беріңіздер. Сосын көбісінде сұрақ туындайды, менің клиентім осындай адамдар дейді да. Мысалы, мен адамдардан сұраймын, базарға барамын, біреуден сұраймын, саған қандай клиенттер келеді? Маған мынандай клиенттер келеді. Бірақ ол информацияны Facebookқа енгізе алмайды. Көрдіңіздер ме? Facebookқа енгізе алмайды. Facebookқа мінекей осындай түрде енгізуге болады. Бір 3-4 интересті жазса, ары қарай уже рекомендациямен басқа интерестер шыға беретін болады. Достар, келесісі lookalike. Lookalike дегеніміз не? Мен осы информацияны қолданып, мына жердегі интересы аудиторияларды қолданып, соқыр аудит муслим мұса, аудитория 1, аудитория 2 деген осындай аудиторияны жасадым. Бірақ бұл өте көп болып кетті. 8 миллион, 4 миллион, 2 миллион болып кетті. Бұл на самом деле Facebook, Instagram ыңғайсыз. Бұл аудиторияға жарнама жіберу үшін қырғын ақша керек, қырғын рекламаға бюджет ақша салу керек болады. Сол себепте мен lookalike системасын қолдануды жөн көрдім. Яғни мен Instagramға айттым, Instagram, Facebook деп. Енді мен сіздерге түсінікті тілде айтып жатырмын. Менің Инстаграм парақшаммен кімдер байланысқа түсіп жатыр, солардың барлығын бір жерге аудитория қылып жинап берші дедім. Сөйтіп мінекей команда жасадым. Менің парақшаммен байланысқа түскендер деп аудитория жасадым. 5000 болды. Яғни 5000 адам менің инста парақшаммен байланысқа түсті. Бір-екі ай ішінде жиналды дейік. Одан кейін Инстаграмға айттым. Осы 5000 адамға ұқсайтын маған 100.000 адам тауып берші дедім да, lookalike системасын қолдандым. Сосын мінекей похожая аудитория деп lookalike жасадым. Менің парақшамен байланысқа түскендерге ұқсайтындар, яғни похожая аудитория. Қарасам уже 100.000 жиналған. Тоже бір айдың ішінде жиналды. 100.000 адам. Қараңыздаршы. Мен осыған 100.000, 103.000, 700 адамға таргет жібердім. Сосын сәйкесінше күніне 50 плюс заявка алып отырдым. Мына аудиториядан қарағанда качествосы 10 есе 20 есе десем де болады. Достар,
Мен осы лугалайк системасы арқылы күніне 50+ заявка алып отырдым. Достар, өте маңызды. Қазір мен сіздерге бір сұрақты қоятын боламын. Осы сұрақтан кейін сіздерде бір шама өзгерістер болуы мүмкін. Сол себептен дайын болыңыздар. Қараңыздар. Сізге күніне Инстаграмға немесе WhatsApp'ыңызға 50-ден аса адамның жазып отыруын қалайсыз ба? Әрине қалайсыз. Оны елдің бәрі қалайды. Мысалы, сіз қандай да бір товарный бизнеспен айналысуыңыз мүмкін. Немесе сіз қызмет түрі услуга бизнеспен айналысатын шығарсыз. Немесе онлайн курстар ашып, онлайн курстарыңызды сатуды жоспарлап жүрген шығарсыз. Немесе сіз жай ғана студент, школьник шығарсыз. Келешекте жақсы табыс табуды жоспарлап жүрген. Яғни бір сөзбен айтқанда, сіз өзіңіздің бизнесіңізге, жалпы өзіңіздің инста парақшаңызға, WhatsApp'ыңызға күніне 50 адам жазып отыруын қалайсыз? Қашан адамға 50+ адам, 60+, 70+ адам Инстаграмына немесе WhatsApp'ына күнделікті жазып отырса, ол адам өзінің қалаған бағасын айтады. Мысалы, маған күніне 60+, 70+ адам таргеттен жазып отырды. Қашан сізге күніне 50-60+ адам жазып отырса, сіз оған өзіңіздің қалаған бағаңызды айтасыз. Товар сататын болсаңыз, товарыңызды қымбатқа сата аласыз. Курстарыңызды қымбатқа сата аласыз. Услуга бизнесіңізді қымбатқа сата аласыз. Хотя бы осы 50 адамның тындым дегенде 10-ына өзіңіздің курсыңызды, қызметіңізді немесе товарыңызды сатыңызшы, уже нормально ақша табасыз. Күнделікті 50 адам жазып отырады, бұл не масқара бұл? Келесі сабақта мен сізге күніне Инстаграмға немесе WhatsApp'ыңызға 50+ адам жазып отыру үшін нақты не істеу қажет екенін шаг за шагом түсіндіріп беріп айтатын боламын. Маған лично өзіме күніне 70+, 75+ адам жазды. Сол өзімнің таргет жұмысымен бөлісетін боламын. Сіздерге нақты план, шакты қадамдарды беремін. Яғни, чтобы сіздің Инстаграм парақшаңызға, сіздің WhatsApp'ыңызға күнделікті 50+ адам жазып отыру үшін сізге нақты не істеу қажет екенін айтатын боламын. Сол себептен дәл қазір екінші сабақты көріңіз. Екінші сабақты көру үшін маған Инстаграмға жекеме 12 деген санды жазып жіберіңіз. Бұл сізге келіп тұрған мүмкіндік, по воле Аллаха. Сол себептен ұмытып кетпей, міндетті түрде маған Инстаграмға 12 деген санды жазып жіберіңіз. Сізге күніне Инстаграмға немесе WhatsApp'ыңызға 50-ден аса адам жазып отыру үшін нақты не істеу қажет екенін айтатын боламын. Жай ғана 12 санын жазып жіберіңіз, екінші сабақты көріңіз.